Астана бір айға шабытпен өркендеу қаласына айналмақ. Бас қалада Астана арт-шоу атты халықаралық көрме өткелі отыр. Көрмеге қазақстандық қылғалам шеберлермен қатар Еуропадан да қатысушылар келеді. Бұл кенепте қағазда емес, кәдімгі ғимараттың қабырғасына салынып жатқан сурет. Ресейдің Астрахан облысында туып өскен Әділ Әубекеров бүгінде Мәскеудегі нысандардың қасбетін әрлеп жүр екен. Қайда болса да өзінің ұлттық нақышын қалдыруға тырысатын көрінеді. Есть такой оттенок азиатский, да, я люблю лошадей. Менде азиялық ерекшелік бар. Мен жылқыларды жақсы көремін. Сондықтан оларды барлық жерде міндетті түрде бейнелеймін. Және дала пейзажы да жаныма жақын. Мына ғимараттың қасбетіне сурет салуды маған сеніп тапсырғаны үлкен құрмет деп білемін. 15 қыркүйекте тұсауы кесілетін Астана арт-шоу халықаралық көрмесі әділ әрлеп жатқан осы ғимаратта өтпек. Көрменің биылғы тақырыбы метаморфоза болып отыр. Мы решили собрать. Біз қазақстандық суретшілермен қатар бұрын Қазақстанда тұрып, кейін жұмыс бабымен немесе тұрақты тұруға шетелге көшіп кеткен қылқалам шеберлерін де жинауды жөн санадық. Метаморфоза дегеніміз трансформация. Осылайша шетелде тұрып жатқан қазақстандық суретшілердің шығармашылығында қандай өзгеріс болғанын бірге тамашалайық деп шештік. Көрмеге Лондон жұртшылығына жақсы танылған Ада Шаденова сынды белгілі жас суретшілердің еңбектері мен танымал фотографтардың туындылары қойылмақ. Әсіресе бельгиялық Матео Лит түсірген фотолардан Қазақстанның тұрмыс-тіршілігін жаңаша көруге болады. Бақытнұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.